Сәлем оқушым, бүгінгі сабақ пронаунс түрлеріне арналады. Қазақша пронаунс есімдіктер деп аударылады, яғни заттың, адамның немесе құбылыстың атауын тікелей айтпай, оның орнына қолданылатын сөздер. Пронаунстың түрлері көп. Мысалы, personal pronouns. Бұны біз to be етістігін үйренген кезде қарастырған болатынбыз. Оларға I, you, he, she, it, we, they сөздері жатады. Бұл personal pronouns деп аталады. Мысалы, Айгерім деген аттың орнына біз she'ді қоямыз. Сонда біз атын атамай, жай ғана оның орнына she сөзін қолданып тұрмыз. Дәл сол сияқты ағылшын тілінде passive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns сияқты түрлері көп. Әрбір сабақта осылардың барлығын жеке-жеке қарастырып шығатын боламыз. Ал бүгінгі тақырыбымыз reflexive pronounsқа арналады. Жалпы reflexive pronouns дегеніміз өзіндік есімдік. Бұл ағылшын тілінде self немесе selves деген жалғаулар арқылы жасалады. Self ол жекеше атауларға, яғни I, you'дың сен деген түріне тек қана. Одан кейін he, it, she барлығына self жалғанады. Ал selves ол бізде көпше түрдегі, яғни ourselves, yourselves, themselves деген сияқты біз, олар, сендер деген сөздерге self жалғанады. Есте сақтау керек. Егер де сен you'ды жекеше түрде, яғни сен деген мағынада айтқың келетін болса, онда yourself. Ал егер көпше түрде айтқың келсе, сендер деп, онда yourselves. Бұлардың барлығы сөйлемде істі субъектінің өзіне қайтару үшін қолданылады. Яғни іс-әрекетті біреу өзі істейді, және де ол іс сол адамға қайта бағытталады. Қазақша аударғанда өзім, өзімді деген мағынаны білдіреді. Ендігі reflexive pronounстың тізімін қарастырайық. Жаңағы айтқан self және selveспен құралады бұлар. Myself, өзім. Yourself, өзің, немесе өзіңіз. Himself, өзі. Herself, өзі. Бірақ herself ол әйелдерге, himself ер адамдарға. Itself, өзі, зат немесе жануарларға. Ourselves, өзіміз. Yourselves, өздерің. Themselves, өздері. Видеоны паузаға қойып, менен кейін тағы бір қайталап шық. Жалпы reflexive pronounстың қолдану ережесін екіге бөле аламыз. Бірінші ол өз-өзіне жасалған әрекетті көрсету үшін. Қазақша тура мағынасы өзімді деген мағынаны білдіреді. Егер де іс-әрекетті істеген адамда және сол іс-әрекеттің результатын қабылдаған адамда біреу ғана болса, өзің ғана болса, онда ол reflexive pronounспен айтылады. Қазір мысалдарды қарастырған кезде бұдан да жақсырақ түсінікті болады. Екінші ол кім істегенін ерекше атап көрсету үшін. Мысалы, сен досыңа сұрақ қоясың, мына суретті кім салды? Және де досыңның жауабы, мен өзім салдым. Бұл жерде байқасаңыздар, ана қыз емес, ана бала емес, ал тек өзім салдым. Бұл жерде кімнің салғанына аса басымдық беріп тұр. Жақсырақ түсінікті болу үшін енді мысалдарға қарайық. Бірінші жаңа өз-өзіне жасалған істі айту үшін қолданылады дедік қой. Яғни қазақша өзімді. Соған мысалды қарастырайық бірінші. I hurt myself while cooking. Тамақ жасап жатқан кезде өзімді жарақаттап алдым. Кім жарақаттады? Ол өзім. Ал кім жарақат алды? Ол да өзім. Сонда барлығын қосқанда мен өзімді жарақаттадым тамақ жасап жатқан кезде. Келесі, мына жерде did you hurt yourself? Өзіңді жарақаттап алдың ба? Көрдіңіз ме? Өзіңе бағытталған әрекетті көрсетіп тұр. Тағы да мысал, I see myself in the mirror. Мен өзімді айнадан көріп тұрмын. Айнаға қарап тұрған кім? Өзім. Кімді көріп тұрсың? Өзіңді көріп тұрсың. Көрдіңіз ме? Іс-әрекет өзіңе қайттан қайтып келіп тұр. Соны біз myself пен yourself жаңағы reflexive pronounстың түрлерімен айтамыз. Келесі мысал ол іс-әрекетті кімнің істегенін баса айту үшін қолданылады дедік. Оған мысал I cleaned the whole house myself.
whole house деген барлық үйді деген білдіреді. Сонда барлық үйді өзім жинап шықтым. Біз де айтып жатамыз ғой, аналарымыз айтып жатады әсіресе. Сендер ешкім көмектескен жоқ, мен өзім жинап шықтым деген сияқты. Ал енді екінші мысал, I made this cake myself. Бұл тортты мен өзім жасадым. Байқасаңыздар, бұл жерде саған ешкім көмектескен жоқ. Жалпы түрде сен өзің ғана жасап шықтың. Яғни бұл әрекеттің нәтижесі маған тиесілі деген сияқты логикаға келіп тіреледі. Және де көп студенттердің грамматиканы үйреніп жатқан кезде шатасатын бір ережесі бар. Ол by myself және myself. Жалпы екі сөзде бізде ағылшын тілінде жиі қолданылады, бірақ та айырмашылығын түсінбей жатады. Екеуі де өзім деген сияқты мағынаны білдіреді ғой деген сияқты сұрақтар болады. Жалпы by myself ол жалғыздықты білдіреді, яғни жалғыз өзім. Бұл жерде сен бір іс-әрекетті жасап жатқан кезде сенің қасында ешкім болған жоқ, яғни болмағандығын білдіреді. Мысалы, машинаны жөндеп жаттым, бірақ сенің жанында ешкім болған жоқ көмектесетін, тек қана бір өзің далада машинаны жөндеп шықтың. Вот сол кезде I fixed the car by myself. Мен өзім жалғыз машинаны жөндеп шықтым. Бұл жерде тікелей қазақшаға аударатын болсақ, онда жалғыз өзім, ешкімсіз деген мағынаны білдіреді. Дәл осындай, бұл тек қана іс-әрекетті емес, онымен қоса өзімнің жалғыз болуымды да айтқан кезде қолданылады. Мысалы, I live by myself. Мен өзім жалғыз тұрамын. Бұл жерде адамның өзі ғана жалғыз тұрғанын және оның қасында ешкімнің тұрмайтынын білдіріп тұр. Мысалдарды қарастырайық. Бірінші мысал, I was at home by myself. Мен үйде жалғыз болдым. Қасында ешкім болған жоқ. She went to the cinema by herself. Ол киноға жалғыз барды. Яғни подругасы ешкім жоқ қасында, просто өзі ғана барды. Екінші мысал, жаңағы іс-әрекетті өзің жалғыз жасайтын болсаң, соған қарай. Can you finish this work by yourself? Мұны өзің жалғыз бітіре аласың ба? Яғни мысалы досың айтасың ба, мен кетіп бара жатырмын, өтініш өзің жалғыз жасай салшы, менің көмегімсіз. Сол кезде мысалы сен осылай сұрақ қоя аласың. Can you finish this work by yourself? Өзің жалғыз бітіре аласың ба? Келесі, екінші, the boy can do it by himself. Ол бала бұны өзі жалғыз жасай алады, көмектеспей-ақ қой деген сияқты. Бұл жерде ең бастысы қасында ешкімнің болмауы. Бірақ та мына жерде сен myself-тың орнына yourself, himself деген сөздерді қоя аласың. Ол кезде басты логика ауыспайды. Бұл жерде тек қана адамның рөлі ғана ауысады. Яғни ол өзі, мен өзім деген сияқты қой. Бұл жерде мысалы myself өзім деп тұр. Егер де бұның орнына himself дейтін болсаң, өзі деп ауысады, өзін. Тек қана айтылуы өзгереді, бірақ басты мағына өзгермейді. Мысалы, мына жерде көруге болады, the boy can do it by himself, ол өзі жасай алады, ал бұның орнына сен айта аласың, I can do it by myself, мен өзім жасай аламын жалғыз. Қазір енді кішігірім практика жасап көрейік. Бұл жерде 4 сөйлем берілген. Барлығына дұрыс reflexive pronouns қойып шығуымыз қажет. Біріншісі, I made this cake all by myself. Басты назарда біз алғашқы сабжектке мән береміз. Ол жерде I тұрма, he тұрма, she тұрма. Соған қарай біздің reflexive pronounsымыз да өзгереді. Мысалы, мына жерде I тұр, сол себепті біз myself сөзін қоямыз. Одан кейін келесі the cat cleaned itself. The cat ол бізде жануар ғой. Сонда мысық өзін тазалады деген сөз шығады аударғанда. Өзін. Келесі екі сөйлемнің дұрыс жауабын тауып көрейік. Одан кейін мен дұрыс жауабымен бөлісемін. Видеоны паузаға қой. Жауапты тексеріп көрейік. Жауап yourself. Did you hurt yourself? Өзіңді жарақаттап алдың ба? Соңғысы I will do it myself. Мен бұны өзім жасаймын. Сабағымыз осымен аяқталды. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Ең бастысы, барлық ережені алғаш үйренген кезде жеңіл қабылдауға тырыс. Келесі сабаққа дейін кездескенше. Ағылшын тілін үйренуде сәттілік тілеймін.